келіп отқан Медет Байзақов, Қостанай ауданы, айтыскер ақын, Жасұлан Махат, Жангелдин ауданы, Асаба. 20 минут тақырып той туралы жырлаңыздар. Әлем қазір ақылды ескереді, ел басқарған хандардың арқасында елдің бәрі өзіңді дос көреді. Ескі жол қасқа жолды көрген қазақ басынан небір нәубет кешкен еді. Нұр Сұлтан салып кеткен нұрлы жолмен өркениеттің көшіне ілескен еді. Бәрі де тәуелсіздік арқасы ғой, бостандығы болмасын нестер еді. Меңдіғары атыңды жырға қосып, аймақтың ақындары қош келеді. Ежелден бұл аймақты арғын керей орта жүздің балалары төстенеді. Керейден шыққан батыр ер Тұрсынбай жекпе-жекте талай басты кескен еді. Ескерткіші рух болып тұрға рух беріп тұрған кезде ұрпағы ендігінен сескен еді. Көбейіп Испандиярды кім білмейді, жазушы әрі депутат мистер еді. Қалың-малы романы арқау болып талай қыздың тағдырын шешкен еді. Атақты академик Қозыбаев Манашбай ағамыздан ескереді. Жаманов Ғаппас ағама 95 жыл ел жадында сақталған есті өлеңі. Мектепке атын беріпті, құтты болсын, ұлтымның тойлай берсін өскелеңі. Ал Кәмшат апамыздың ерлігі ерен, әйел заты болса да нестемеді. Қазақта тұңғыш трактор мінген әйел, еңбектары ойланаған ештеңені. Бұл жерде төлегендей әкімді өткен, әкімнің еңбегінен бес береді. Мұраттай, Нағашыбай тосын отыр, өткерген айтысын бұл кештереді. Бармысын осыларды тудырған ел, армысын тектілердің өскен елі ай. Ай жасыңнан кітап оқып жыр жаттаған, кезің жоқ кемшілікке тіл қатпаған. Бүгінгі той өзгеше бұрынғыдан ол жайлы ақындарына мұң шақпаған. Тасаларда болмасы қалғандары, асабалар қалмады жын қақпаған. Күлкі дәрдан бұл күнде болып кетті, түлкінің құйрығындай бұлғақтаған. Жанұзақ Айсағалинді ел біледі, асаба болған кесе тым жақсаған. Бақытжанбай ағамның әуендері бүгінгі мың әуеннен қымбатмаған. Қыдырбек Асыланда ел сыйлайды, салмақты салиқалы бір жақтадан. Ал мынау әрі ақын әрі асаба, аптаның 7 күні құр жатпаған. Ауылының өткеріп бар тойдыманың аузының суын бір құрғатпаған. Сөзшең шешен тілдініп үйде отырса, тершең бейші жігіттер кіл қаптаған. Өйткені ақындардан жыр жаттаған, мыналар хит болып тұр, қыл жақтаған ай. Аттың басын жібергені алыстардай. Ау жәке ең болмаса күліп отыр, ежелгі дос группалас таныстардай.
ұялас бір апанның бөлтірігі бармайық жаға жұрып алыс, болмайық жаға жұрып алысқандай. Құрдастардың қалжығын көрсетейік, менімен бірге шабарсың қалыс қалмай. Ей, арқаңды кеңге жайып отырсаңсы, арқаға бие шағып жарысқандай. Шөлден өлген өгіздей түрін құрсын, шөлмек сұрап кеп тұрған орыстардай. Ақындар амалына қайдан келдің, сиріктен босап кеткен арыстандай. Шамысы қыдыр бекке асыланға деп айтасың асаба тең келемеде. Ойлайсың ба қазыларға мақтау айтса, оңбағасын бедетау беремеде. Бір жыл бойы бір оқыған группаласқа ел алдында күлесің ау келеме жығып. Енді сен қылжақтаған, сен айтқандай қылжақтаған емес едім, жай ғана асабамын келеместі. Әлде қандай сен өзің бола бермес, жанында жүргендей боп керегісті. Айтысымыз бастағаны жаңа емес пе, неменеге қосымшаға ерегесті. Сөз бастаудан ағайын бөгеленбе, қол соңындар алдағы өлеңдерге. Ассалаумағалейкум алды тұрған, сәлем беріп баршы отырған көрерменге айдай. Молда болдың, коммерсант молда болдың, хабарласып Алматыда жолда болдың. Шылым шеккіш айта берсем өнерің жетеді ғой, шылым шеккіш арақ ішкіш жорға болдың. Студенттік кезінде сабағыңа күнде келмей кешігетін зорда болдың. Осындай сен бәлеқор бола тұра, қалай ғана тақуа болда болдың. Осылардың бәрін қайдан білет десең, группалас 4 жылдың бе қолда болдың. Одан кейін Әулиекөл Денисовка ауданында әртіс бақ бастық болдың. Бастық болып қатыр алмай, жарық алмай, Жамбылға көшіп кетіп ауған едің. Жамбылға келе сала естеріңді білмеген соң мешітті салған едің. Мешітті дақпыртпенен бастап алып, ақша таппай сен келіп қалған едің. 1000 теңге берші деген группашы WhatsApp-пен ақша жинап алған еді. Бұрындары басыңды шұлғи бергіш бір түрлі жынды адамдай болған еді. Сол әдеттен бедетау арылыпсың, қалаға кеп емделіп алған еді. Емдолға да қазір бірақ ақша керек, сол ақшаны мешіттен ұрлап алған бедің. Шапалағын құрып жатыр, біреулер күліп жатыр, күліп жатыр. Әлбіреулер риза болып күлгеніме, ұмытып шапалағын соғып жатыр деп қошемет соғып. Дедім ақ.
Ay еркінсіп азат күннің ақтаңында, еркін сөйлеп досыма шатқаныңба, мен сенің түсінмедім өлеңіңді, бұл сенің тақпағың ба, шатпағың ба? Кеттің ғой әр нәрсенің басын шалып, білмедім мақтадың ба, тақтадың ба? Қылжақпас асаба деп айтып едім, әлде сол сөзім менен жақпадың ба? Мені қоймай алыпсың зерттеп түгел. Өмірімді көзге елестеттің қас жағында. Жасыланам менімен айтсам деп осыншама заготовка жаттадың ба? Арағышқы шылым шекір тосым-ау деп шырағын басқа теңеу таппадың ба? Ай өзенім қатты тасса құм болады, пәле қуған адамдар сұм болады. Кей ғалымның сөзінше асағаның кейбірінің ішінде жын болады. Құдай-ау мынауың түсінбедім, шырағым ат жөнің кім болады? Алақ жүрақ қалайсың жан-жағыңа, секілді ұры қуыс түн қонағы. Молдаға бір қарату керек шығар, молдаларда ерекше тіл болады. Ерке болан деген имам құрдасым бар, тілегі құрдастардың бірі болады. Имамдарға көрсетсек мыналарды, молдалардың алдында шын болады. Өнерге бара берер халық, өнерге бере жатыр халық бара. Не деп отырсың жасылан анық қара? Молда деп айттың, молда деп алып айттың, балағаттап. Сөзіңді жөндеп тексер анықтады. Біле білсең жасылан молдалардың, алдың кесе тек қана табық қана. Ай бүгінгі той межесінен асармайдыр, тасайын десе дәлі тасалмайдыр. Қанша дәстүр жаңарды десек дағы қазақы дәстүрге сай жасалмайдыр. Орыстың ордасынан бөлінгенен орыстың рюмкасынан қаша алмай жүр. Бақытты болды ұстағандар бақыттың кілтін тауып аша алмай жүр. Құдасының көңілін тапқан жандар Құдайдың шариғатына баса алмай жүр. Той тәңірдің қазынасы деген елік, қазынаны шашадай қашанғаймын. Мерекесіз болған ба біздің қазақ, берекесіз ысыраптан аса алмай жүр. Аяқтың қазын мекені көремес пе? Дуада құстың өлі жөн емес пе? Бойжеткен қыз бала, қыз жатсыздық деген бар, бойжеткен қыз ұзатылып кеткені жөн емес пе? Сәукелесін кигізіп сыңсу айтып шығарып салып атар жол емес пе? Ал енді осыларды жасап жүрген әнші бейші әртістер көп емес пе? Үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, олардың орны сахна төр емес пе? Танымайтын басқа емес қызбен бірге сыңсып айтып жүрер жеңге жер емес пе? Ағайын артық айтсам айып етпе, ежелден қазақ ырымшыл ел емес пе? Ал енді бет ашардың бет ашылды, бұл өзі қасіреттің мұң емес пе? Абысынның орнында абысынды ол жерде де бейшілер жүр емес пе? Бет ашардың ақшасын даулай қалсаң, даудың соңы айналар төбелес пе? Келінің екі жағында екі абысын, тұрғаны сыйластықпен тең емес пе? Келінді келсатқылар осындайлар, бұл деген солау неттің сор емес пе? Көрген әртіс болған соң көргенсізден келінді шығып жатса сол емес пе? Ай жасылан төпеуге кетпедіңіз, Құдай-ау сөзге неттен еттедіңіз. Аузыма келген сөзді айта берме, шақшақтың ұрпағы сен тек дедіңіз.
елге үлгі болатын өлеңімді айт. Ақын деген бейбіт елдің кептеріміз. Бұл айтыс қылауының сирек емес, термелеп көкейден жүр көптеріміз. Әлде жоқ бұл айтысқа құрдасының артын ашуға әлде кетпедіңіз. Әртіс қылу оңай-ау әркімдерге, айтыс қылу әлде оңай жетпедіңіз. Жасыланың шамдамайды, медетау сөздерімде ұйқасым жоқ, ұйқас болып жатпас айтыс мән болмайды. Мұны отырған халқымды уағыздайды, сатма шұртпен созықтағы саңыздайын. Неден маған бір нәрселеп айтқан кезде қосылып алдарында мен қалмайын. Ал кәленді бастайыншы, қосылып алдарында қалмайыншы. Шындадамдай күліп отқан медеттің бір сөздерін сіздерге арнап жалғайыншы. Тәңірдің қазынасы деп атаған бүгінгі жыр додасы құтты болсын. Кеп отырған қазағыма жұрық тұрар, сұрық тұрар, бүгінгі айтыс жұрды болсын. Мен өзім қорқай деген елден келдім, ал болып мықтылардың жерінен келдім. Мен қорқайдың топырағынан жаралғанмын, туған ел махаббаттан жаралғанмын. Қожамбет мысым махат атым жаслан, шақшаның ұрпағы бұл таралғанмын. Бір нәрсені айтсам медет алаңдайды, себебі мен құса бұл шаба алмайды. Мына маған тағайдамын, қалай ұрыңдаршы. Қидаса да мынау кәдімгі айтыс ақын, сондықтан мына маған бұрыңдаршы. Сен айтатын сөздеріме мына менің көңілім шынымды айтсам тарылмайды. Жаман жамандықты тергіш болар, бұл медет жақсы жақты аңғармайдау. Бекерге домбыраңды сабалайсың, сабақадай медетау абалайсың. Бірге оқыған, күнде оқыған группаласты сахнаның төрінде табалайсың. Айдан қарап тұрып медет ақын, бүгін сен шынымен де ала алмайсың. Ол емес жерға жерден той байлайды, бәрібір мына мендей бола алмайсың. Өлеңіңді соза бермей қысқа айтсаң, бұл отырған халқыңа тез жетеді. Жіптің басын егерде сулап жерсең, иненің тесігінен тез өтеді. Бұл лақап құйылтып бір шапқан шығар. Арзан сөйлеп елге де жаққан шығар. Мен сенің теңеуіңе таң қаламын.
Илен ойлап өзі де тапқан шығар. Қазылар алқасына алтын сырға, сөз қадірін оларда баққан шығар. Кешегі алапатсың замандарда сендейлер тал біздейлерді сатқан шығар. Жасыланмен қарсылас болып шығып қалсақ, бұл да бір үлкен құрылған қақпан шығар. Шақшақпенен мақтадып кеттің жана, Өстен olмай бауырым отқан шығар. Шошаңдаған ұрпағын көрген кезде шақ-шаққаға ұялып жатқан шығар. Әй, домбырамыз кетпесін тиегінен, бабалар шірімесін сүйегінен. Бір-екі қалжың саған айтып еді, қалжыңдабен бір-екі бажеттің ау бүйе шағып алғандай бүйеніңнен. Еркек болып туғаның қандай жақсы, әйел болсаң таяқ жерен күйеуіңнен. Менімен айтсатын сен емессің, демемен және тағы тең емессің. Елдің жайын айтайық деп отырсам, бауырым неге сонша ерегессің? Ақын деген айтады елдің мұңын, әнжырға халқын бөлемескім. Ұрысып, тырысып не қылайын, сенімен ұрысып отыратын мен емесмін. Ай, қалмен шапалағын шабып берсін, еңбегі мұрат достың әріптенсін. Әркімнің туған елі Мысыр шақыр, олай түстің бағасын халық берсін. Құлдырған небір талдай тұлғалардың менді қара мен үшін алып төрсін. Әкімнің құлағына алтын сырға, рухани жаңғыруға бағыт берсін. Ауданға су тартылып жатыр екен, қызығын қара суын халық көрсін. Жөнделіп тесіп жолдарыңыз айнадай әр көшеге жарық берсін. Алдағы келе жатқан 90 жылдық осыған да көңілін анық бөлсін. Бұған дейін 2-3 әкім салалмаған, бітпей қалған мешітті салып берсін. Көмірсіз отыратын жанрақатта көгілдір отынды да алып келсін. Отасын жақсы көрген аруанадай, батасын үйіп төгіп халық берсін. Ай, өмірдің сырын мұнан молы ғайып, қашанында шаттық тойдың қоры байып. Айтыс деген қазақтың төлелері, құрметтейік өнерді соны қайып. Ал енді аман сау бол, жасылан дос, Құдай жаса финалда жолды қайық. Ақындар уақыт. Домбыраны құр бекерге сен тартасың, тектен текке сабалап сұңқылдатпай. Өлеңіңді айтар болсаң дұрыстап айт, мына жұрттың ішін пыстырып мыңқылдатпай. Қазылар тоқтат деп бір жатыр екен, кетейікші мына бәлені ыңқылдатпай. Ай, несіне өлең таппай ерлемін, несіне жасыланда ерігемін. Әзілдесе құрдастың қалжыңы бұл, жасыланның құрдасы сергедім. Ағайын шапалағын аямайыр, ықласыңдағыға келіп едім, ақпатаңдағыға келіп едім. Жасыланмен алғаш айтып тұрғаным жоқ, бұған дейін бұрын талай көріп едім. Айтыстан жеңсем болды, арманым жоқ, сендейлерден талай мен жеңілемін. Бітті.
жайгелдин ауданы Жасұлан Махат. Медет Байзақ Қостанай ауданы. Медет енді айтысқа шығып жүрген ақын. Жасұлан осы бірінші рет шығып тұрған шығар енді шындап керек. Бұл өзі әдейі қатысып жатыр. Айтыстың деңгейін көтерейік, халықты жалықтырып алмайық деп қазір өзі әртүрлі айтыс өтіп жатыр. Білесіздер, жұлдыздармен ақындар айтысып жатыр, отбасылық айтысып жатыр. Бізде де мінекей елде үлкен айтыс, асабалармен ақындар айтысы. Ал енді